Сонымен құрметті Найза ТВ YouTube арнасының көрермендері, қымбатты Алматы Арена спорт кешеніне жиналған көрермен. Ендеше кешімізді жалғастырайық. Кешіміздің 7-ші жекпе-жегі. Қос жауынгерімізбен таныс болыңыздар. Алдыменен алаңның көкбұрышындағы жауынгер кәсіпқой рекордында бір жеңіліс. Оның бойы 185 сантиметр, салмағы 70-300. Минск қаласы, Беларусь мемлекеті. Қарсы алыңыздар, Виталь Павловский! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында екі жеңіліс. Оның бойы 186 сантиметр, салмағы 70-300. Ақтөбе, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Санжар Ташиев! Рефери Манап Кабдиев. Орта. Ереже бойынша 3 раунд 5 минуттан. Сәттілік. Ардақты жанкүйерлер, бұл енді Найза лигасының аясында осы өнер көрсетіп жүрген жалпы жауынгерлердің ерекше бір жұбы деп айтсақ болатын шығар. 70,3 келі салмақ дәрежесі. Көкбұрышта Виталь Павловский, Минск, Беларусь елінің өкілі. Оның қарсыласы 28 жастағы Санжар Ташиев. Ақтөбе еркін күш, қазақстандық файтер. Шындығында екі жауынгердің бірінші айқасы біраз шу болған еді әлеуметтік желіде. Және бұл реванш бұрынғы айқастардан өзгешерек болып тұр. Жекпе-жектің алдындағы әлеуметтік желідегі екі жауынгердің бір-біріне жолдаған сәлемдемесі шындығында өз алдына бір төбе, ал айқастың боларынан боладысы қызық. Жұман, енді бұл айқасқа қандай болжамың бар? Не күтеміз? Өйткені екі жауынгерде шындығында айқасты уақытынан бұрын аяқтауға мүдделі, тіпті екеуі де соны көздеп келген. Дәрді өте бір өткір соққылар алмасу қазір. Жұман, енді не болжамың бар? Басымдықты кімге бере аласың бұл айқаста? Басымдық деп айту қиын бұл жағдайда қазіргі. Өйткені жекпе-жек енді басталды. Бірақ екі жауынгерде де қызықты тартысты жекпе-жек күтеміз. Ол сөзсіз. Екі жауынгерді аяқта тік тұрып соғысқанды өте жақсы көреді. Сол себепті бірінші жекпе-жек естеріңізде болса тартысты өткен болатын. Оған дейін қанша уақыт өтті, екі жігітте бірін-біріне деген жаңағыда жек көрінішті треш-токтарымен халық арасында танымал болды. Кешеде конференцияның өзінде байқаған боларсыздар. Сол себепті бұл екі жауынгер бірін-бірін жек көреді. Міне Санжардың қолмен соққан жасаған соққылар өтіп жатыр қолмен. Керемет, жалғастыру керек. Өте жақсы. Санжар қазір барынша өткір әрі сенімді қимылдауда. Тоқтатпау керек еді. Виталь Павловскийдің тарапынан қазір енді лоу соққыларын көріп отырмыз. Бұл да қосымша ұпай шығар, бірақ осы міне керемет. Қол көтеру керек, Санжарға қолды көтеру керек. Ташиевқа қол орнында кез келген уақытта соққыдан кейін қолын... Баспасөз мәслихатында шындығында Павловский өте жақсы! Ташиев! Қарсыласын нокаутқа жіберді. Өте тамаша! Міне! Ардақ жанкүйерлер! Шындығында Санжар Ташиев өз мансабындағы жарқын жеңісінің біріне қол жеткізді және біз оны құттықтаймыз. Жекпе-жектің нүктесін қойды осымен. Керемет. Сөзінде тұрды Санжар. Керемет, қазақ ел алды. Бұл енді Найза 37 турниріндегі тағы бір жарқын жеңістің куәгері атанды, ардақты жанкүйерлер. Шындығында Санжар Ташиев біршама психологиялық қысымға ұшыраған еді. Өзінен жаста болса трэш-ток жағынан, тағы да басқа іс-қимылы жағынан өзгешеленіп тұрған Беларусь жауынгері тарапынан. Бірақ Санжар Ташиевтің осыншама қысымға қарамастан
Павловский иә бағыттаған барша жаңағы Павловский құрған қақпанға түскен жоқ. Санжардың кешеден бері осы сабырлығын бүгін міне сыртқа шығарған көріп отырмыз. Кешеде шыдады, көп сөз сөйлеген болатын Павловский Санжар тарапына. Тіпті кей тұрғыда Санжар Тәжиев сол шыдамы шырт еткен сол шыдамның да бір шегі бар болады ғой. Сондықтан Санжар Тәжиевтің шындығында біз баспасөз мәслихатында кей тұста иә керемет нүктесін қойды деген ойдамыз. Жекпе-жек айтып бір сөзбен айтып жеткізуге қиындау шығар дәл қазіргі атмосфераны. Өйткені бұл жекпе-жектің айналасында өте бір қызу талқылау болды. Қаншама болжам, қаншама пікір талас. Екі жауынгердің бір-біріне айқас алдындағы әрбір бағыттаған сөзі, пікір таласы. Қазір енді Ақтілеу Әскербайұлы Санжар Тәжиевке тиісті бұрышыңа бар деп нұсқау беруде, ал енді сабырға келу керек секілді. Эмоцияның бәрі шықты. Ал Витал Павловский мен жеңілген жоқпын дегендей сыңай танытуда. Енді техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Санжар Тәжиев.